Күршім ауданының намысын қорғайтын Әлімбеков Рауан Хайроллаұлы. Нағыз жігіттің сұлтаны. Қазыналы қазағымның қас ұрпағы міне. Қойған соң бүгін бізді жарыстырып кетейін, мен өзімді таныстырып. Жігітпін сан салаға құшақ ұрған, көрмеген өнерден де алыс тұрып. Халайық жақынырақ білсін мені, құрметтеп содан кейін жүрсін мені. Ерасыл Ержанұлы нақ есімім. Барша жұрт мойындаған күршімдегі спортқа ежелден ақ мол құмарым. Көрінбес бұл саладан олқы жағым. Сүйегім қожа, өзім алды қайда, 27 жасты толтырамын. Жігітпін ата жолын қалған ұстап, мақсатым биіктерге самғап ұшпақ. Спортта таңдап алған сайыстарым, әу бастан көкпар менен аударыспақ. Өмірде небір сынның бәрін көрдім, келемін жас буынға тәлім беріп. Талаймен күш сынасып жүрсем дағы, көрген жоқ есім кетіп, қалым кеміп. Қалды ғой атым шығып, бегім ізім, жалғызақ әйелім бар, екі қызым. Еліме сан жүлдені әперемін, ғұмырды қойса тәңір етіп ұзын. Өнермен өрлеп келем талмай шыңға, әнім көп керектісін тыңдайсың ба? Бел буып келдім енді даяр тұрмын, салсаң да жұртым мейлі, қандайсыңға? Күршім, Ахметов Ерасылдың өнерін тамашалайық. Пай-пай, Күршімнің жігітін көрейік. Ай бәрекелді. Ай бәрекелді. Бүгін біздің мынау. Күршім, көк белбеуде Ерасыл Ахметов. Курчатов қызыл белбеуде Ердік Ернұр. Аударыспақ, қазақ халқының ұлттық өнерім, ұлттық ат спорты. Сонау көшпенді заманнан қалған қазақтың төн өнері. Ай бәрекелді. Уақыт 5 минут. Уақыт 5 минутке созылды. Өткенде Қазақстан Республикалық аударыспақты таң қалдырды. Қарағандының жігіті өзінің 70 келіге дейін салмақ ауыр жігіттерді жеңді. Сылбыр қашып көсі, шұтыр ескерту жасап отырды. Уақыт 5 минут бердеді. Күршім мен Курчатов. Қызыл белбеуде Курчатов, белбеуде Күршім. Аттан түсіру керек қой. Давай, Ерасыл. Құлама, Ерасыл. Әттеген ай қапы кетті. Мұнау баяғыдағы көкке бір ұпай. Мұнау баяғы Куликовы шайқасындағы пересметпен шейін. Давай, Ерасыл, давай. Күршім жеңіске жетті. Ерасыл Ахметов. Қуаныш Тарбағатай. Ерасыл Ахметов Күршім. Көк белдікте Абзал, қызыл белдікте Қуаныш. Давай, Ерасыл, давай. Бір ұпай берілді. Қызыл белдікте балу. О, жеңіс. Бәрі келді. Қызыл белдіктегі бауырымызға жеңіс берілді. Күршімне келген Ерасыл Ахметов, Абайдан Айдос Үркімбай. Қонақтардың ішіне меймандардан той көтеретіндер бар ма шақырамыз. Міне кел жақ көтеруге. Бер қой дегені. Көтеріш көрейік. Ерасыл мен Айдостың сайысы. Уақыт өтіп бара жатыр. Абай мен Күршім, Ерасыл мен Айдос. Бәрекелді. Давай, Ерасыл. Ай, тар.
Тарт бауырым тарт. Ай, бәрекелді. Ат бәрекелді. Ай, жарайсың. Жарайсың тұршынеге де бауыр. Ерасыл Ахметов жеңіске жетті. 2 минуттай демалып басып, кейін бірінші орынға таласамыз. 2 мықты ортада Абзал мен Ақжардан келген Күршімдік Ерасыл. Ерасыл мен Абзалдың сайысы. Ай, бәрекелді. Давай, Ерасыл, лама. Бәрекелді, бәрекелді. Ерасыл Ахметов Мерей үстен болды. Күршімдік сайып қыран жігіт. Нағыз жігіттің сұлтаны. Ерасыл Ахметов. Бәрекелді. Давай, давай, Ерасыл, лама. Раван, халық қарап тұр, Раван. Бүгі ұпайы көк белбеу балуанға. Давай, 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 ай! Жартылай жеңіс. Бірінші рет мініп, еркін өнерін көрсете алмай жатса, сахнаға шығып, жұлдыздай жарқылдап кетеді. Мына жігіттер нағыз 8 қырлы бір сырлы азаматтар. Ат құлағында болмайды, күш атасын танымайды, киелі сахнаның киесін сезінеді. Әні бөлек, мәні бөлек, жөні бөлек іс-шараға қатысқаныма қуаныштымын. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар.
Сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Таңертеңнен бері бізбен бірге осы сайыстың басы-қасында жүрсіздер. Ең бастысы, алғаш ұсыныс айтқан кезде, көктем айында ұсыныс айтқан кезде біздің ұсынысымызды қабылдаған Көкпекті ауданының әкімшілігіне, тұрғындарға, көрермендерге, сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Жалпы сайыс екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Бірінші рет киелі Абай жерінде өткізген болатынбыз. Жылдан жылға дәрежесі, деңгейі өсіп келе жатқанына өте қуаныштымын. Ең бастысы, жігіттер сіздерге қарап көзімде, көңілімде тойып отыр. Елдің ертеңіне сенемін, сіздердей қазақтың жігіттері барда. Сіздерге шын мәнінде ризамын. Аттың құлағында ойнап, таңертең сіздерді таныстырғанда шабан доз болып, аттың құлағында ойнап келе жатқанда көзіме жас келді. Ол сіздермен мақтанып, сіздермен марқайған ананың тебіренісі деп қабыл алыңыздар. Сіздерді дүниеге әкелген 9 ай көтерген аналарынан айналдым. Сендерге осындай тәрбие берген, өнер үйреткен әкелерінен айналдым. Қазақта елдің осындай азаматтары бар болыңыздар. Мен сіздерге сенемін. Қайырлы кеш, құрметті жерлестер, құрметті қонақтар, сайысқа қатысушылар. Енді елбасы акциясы аясында, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтіп отырған үлкен іс-шара бүгінгі Көкпекті ауданында өз мәресіне жетті. Ең бастысы айтайын дегенім, бүгінгі күні бойы өтіп жатқан іс-шарамыз, мен ойлаймын, ойдардай өтті деп өздеріңіз байқадыңыздар. Міне осында отырған көрермендер бар. Бүгін күні бойы қанша халық болды, қанша кісілердің бәрі өздеріңіздің сайыстарыңызға куә болды. Мен ойлаймын, бүгінгі Көкпекті халқына бір үлкен серпіліс болды. Не осы жігіт сұлтаны қалай екен, жігіт сұлтаны кім екен дегендей барлығы бәрін біліп, не көп білмеген нәрселерді, ұмытылған нәрселерді еске алып, көптеген жақсылықтарды бүгін өздеріне қабылдап жатыр. Енді ең біріншіден рахмет айтқым келеді облыс басшылығына, облыстық ішкі саясат департаментінің орынбасары Айдар Серікқалыұлы, өзіңізге рахмет айтқым келеді. Осы іс-шараға үлкен үлес қосып, осында отырған жастардың ұсынысымен Көкпекті ауданында өтсін дегенде өздеріңіз қолдап, үлкен көмек жасап, бүгінгі дейін біздің қасымызда ақылшымыз болып жүрсіздер. Арай Керімбекқызы, облыстық жастар ресурсының басшысы, үлкен үлесін қосып, күнделікті хабарласып отырамыз. Бірінші рет өткеннен кейін Көкпектіде мынау қалай болады, мынау қалай деп соның бәріне дұрыс ақылын айтып, бүгінгі іс-шарамыз сол дұрыс жасап, бәрін ақылмен істеген арқасында, бірлік берекеде жасаған арқасында өзінің бір мәресіне жетті деп ойлаймын. Енді айтайын дегенім, мына жігіттерге әрқашанда осындай ат үстінен түспей, биіктерде көріне беріңіздер дегім келеді. Бүгінгі күні жаңағы Арай Керімбекқызы айтқандай, сіздер секілді жігіттеріміз біздің Қазақстанымызда осылай мықты болып, әрқашанда алдын қатарда болып жүре берсе, осындай сайыстарға қатыса берсе, мен ойлаймын, әрқашанда біз биіктерде боламыз. Бізде әлі үлкен белестер, биіктіктер бар. Қазіргі кезде бүкіл мемлекет, бүкіл әлемге танымалы. Осының бәрі өздеріңіздің үлкен үлестеріңіз бар. Оны әрқашанда ұмытпай, осыны биікте ұстап, ары қарай өркендете беріңіздер дегім келеді. Енді бүгінгі сайыс болса ерекше бір айтқым келіп тұрғаны, бір кереметтей сайыс болды деп айтуға болады. Өздеріңіз байқадыңыздар, жаңа мына жерде арамызда Ұлан аудан жігіті жоқ. Ұлан аудан жігіті қабырғасын сындырып алды, қабырғасын сындырып алып, иығын сындырып алып кеш. Алтын жігіт, шешен жігіт номинациясымен ерлік Ернұрұлы марапатталады. Курчатов қаласы. Мен бұл жігітті
қырынан танитынмын, бүгін мен үшін басқа қырынан танылған шымыр жігіт номинациясын иеленген Аслан Сәлиқанұлы. Білекті жігіт номинациясымен Тимур Бейбітұлы марапатталады. Бұл жігіт өзі екі-ақ сайысқа қатысты, екеуінде де жақсы өнер көрсетті. Бірінші рет Ридер қаласына келіп тұр, жолға шығып кетті, автобустың уақыты болып. Және епті жігіт номинациясымен ең жас қатысушымыз Данияр Ерланұлы. Және ерекше алғысымызды осы сайыста тамаша өнер көрсеткен нағыз 8 қырлы, 1 сырлы жігіттің серісі Қайсар жігіт номинациясын алып отырған Абзал Ғабдылұлын марапаттаймыз. Құрметті жерлестер, құрметті мына жігіт сұлтанына қатысып отырған сайыскерлер, мен ойлаймын, мына жерде көпшілікті алған бір осындай сері жігітке бүгінгі күні қолын сындырып алса да, өзінің жігіт сұлтандығын дәлелдеп, барлық сайыстарға бір қолмен болса да қатысып, домбырамен айта алмаса да тақпағымен айтып, өзінің нағыз жігіт екенін көрсетті. Сол үшін Көкпекті ауданының халқы атынан өзіңізге бір шапан сыйлайық деп. Көкпекті ауданының атынан иығына шапанды отырмыз. Тарбағатай ауданы Ақжар ауылы. Тура осындай шапанды және айтып кеткендей Ұлан аудан жігіті ерте кет қалды дедік. Ол кісі де осындай шапанда ие болып, рахметін айтып кетті. Диплом. Мемлекет басшысы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласындағы басым бағыттарды іске асыру аясында өткен облыстық жігіт сұлтаны байқауында үздік өнер көрсетіп, 3-ші орын иеленгені үшін Әлімбеков Рауан Хайроллаұлы марапатталды.